Ануар бөтен бір ұлттың баласы емес, бұл да қазақтың баласы. Бір-бірімізді қолдап, әр нәрсені жаза бермей, әр нәрсені айта бермей, бір-бірімізді көтеріп жүр. Құдай қаласа, жақын арада жекпе-жек қашан, қай күні болатын бәрін естисіңдер. Сол айтайын деген. Мен оны вообще ешқандай жағынан сыйламаймын. Ол спортшы ретінде деңгейі өте төмен адам. Адам ретінде де деңгейі төмен адам, оны былайша айтатын болсақ. Ол маған қарсылас емес. Ай, мұхит, ертеңгі бойында саған сәттілік, аман есен семьянға орал. Мына шетінде шешілейін деп тұрған маскынды өзің шеше қой, пока мен шешпей тұрғанда. Ладно, жүрекке тиіп жатыр да просто. Обидно да просто. Қандай адамсың деймін да сен, мұхит. Натуральный актер сен бол дейін, мұхит, әтейін саған. Кім екен, а так уақыт көрсетеді. Мен никогда бойдан задний бермеймін. Сен сияқты. Достар, кешегі Гуччидан алынған кепкадан бөлек мен спортивка алғам. Астысымен. И мынандай кросс алдым. Қараңдар. Аккуратно сағатты ашып қоясың. Капюшонды хоп ортаға саласың да. И завтракқа шығып баратыр. Мынау спортивка, кепка и кроссовка общий $2800 болды. $2800, бірақ бір нәрсе болмаса $2800 ештеңе болмай қалады. Ол, достар, парфюм обязательно себу. Мен фальшивый таныстарым, фальшивый знакомыйларым. Қазір мынандай заманда ана айдалада танымайтын незнакомец, незнакомый адамдар сенің видеоларыңа лайк басып отырады да. Ебайт, мен риза болам кәдімгідей ше, рахмет айтам оларға ше. Комментарий жазып ше, мысалы танымаймын оларды, общение ұстамаймын. Ал мына общение ұстап жүрген таныстарына көздері бақырайып, суға түсіп кеткен тауық құсап, рилсті да қарайды, стористі де қарайды, бірақ лайк басу деген тема жоқ та бұлар. Заебал, комментарий жазбасаң жазбай-ақ қой, хотя бы лайк басып бір-біріңді қолдап жүрсеңдерші на. Мені фальшивый фаршивкі таныстарым. Не болды іштеген анчайлап кеткен ба соншалықты датаво экранның бетін екі рет басуға қолың бармай жатыр ма? Көтің ашығанынан или біреу дамып кетеді, мен сияқты адамдар дамып кетеді деп көттерің ашиын ма? Заебал кішкенен активность білдіріп сендерге осылай айту керек па? Қазір пиздес туысқандар деген вообще лайк баспайды, сен салған видеоны лайқайсыңдар ма? Датаво сондай заман болып кеткен қазір сен көтерілгенін қаламайды, ана әңгіме бекер айтылмаған ғой сен көтерілгенің тек әке-шешең ғана қалайды, қиналған шағыңда әке-шешең ғана болады қасыңда, басқа біреу ешкім таппайсың деп. Мен танымайтын адамдар пиздес лайк басып мені қолдап отырады, ана кейбір видеоларым лямға дейін барған ғой, 22.000 лайк мысалы комментарийде перген, ана жерде мен бір танысым жоқ, ар кетсе бір-екеу ғана бар шығар лайк басқанда. Күнделікті қолдап отыратын, қарап видеоларымды, рилстарымды, стористерімді, заебал кішкене активный болсаңдаршы вообще онда сторис рилс қарама мен черныйға тықпыста заебал егер лайк басуға или стористі не істеуге қолдауға нең болмай батса қауқарың болмай батса осы айтарым ешкімге мұқтаж емеспін бір алладан басқа. Давайте оставим все эти интриги позади, что было, то прошло. Мен залдамын, тренировкадамын. У меня есть своя работа, свое дело, своя профессия. Надо становиться чемпионом. Ассалаумағалейкум. Мен қазақшада керемет сөйлеймін, орысшада жақсы сөйлеймін. Ағылшынша енді керемет сөйлеймін деп айтпаймын, ағылшынша барымды білемін. Сондықтан да мені сынап олай жазбаңыздар. Орысша сөйлемеш, былай сөйлемеш деп. Международный тілмен сөйлеймін кей кезде, адамдар түсінсін деп. Мен тек бір елде, бір мемлекетте ғана атым шыққан адам емеспін ғой. Мені басқа мемлекеттерде СНГ-дан қарайды, Англиядан қарайды, Америкадан қарайды. Сондықтан да мен қазақша сөйлеп отырсам, жұрттың бәрі түсіне бермейді ғой. Сондықтан да қазақ тілім мен өзім жақсы көремін. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Сондықтан да өзге тілдің
bilganimni anda-sanda ko'rsatib turaman, biroq o'z tilimni hurmatlayman. Assalomu alaykum, xayrli kun barchalaringizga. Betga maskamizni жасадық, шашты алдық. Теріске болып жатырмыз қазір. Осындай керемет аштым. Қалай өзі? Қазір результатын көреміз. Ertalabda soat 8dan Zaryadga yengilgina 10 kilometr. Keyin bloger bayslari hech qachon ertalab 7-8 ga turib trenirovka qilmaydi, hech qachon. 3 kunga bir qiladi. Mana bloger bayslar bor, shular. Men biza aka-ukalar ertalab kech har doim trenirovka biza. Endi istoriya kam qo'yamiz trenirovkamizni, lekin как положено. Mana bunga o'xshayotgan itlar qara. Vovullab qoladi, indamay yugurib ketamiz. Keta. Sizlarni xursand qilamiz, yaxshi janglar ko'rsatamiz. O'zbekiston udallarini ko'rsatamiz. Xalqimizni, O'zbekistonni xursand qilamiz. Hammalaringizga rahmat. Negativchilarga e'tibor bermaymiz. Ular faqat tomosha qilsin. Ertalab trenirovkalarni ham tugatib oldik. Instagramdan bir ikkita video ko'rib qoldim-da, bizlar rasmimizni qo'yib zalga fish qilib trenirovka qilgan. Zo'r bo'lsa, musobaqaga chiqqin, musobaqaga ko'rsatgin. Hayotiga urushmagan balla fish qilib maslahat beryapti. Ya, buni shunaqa ballan bilaman men. Zalga har kun keladi. Yechinsa badani chizilib ketgan. Lekin musobaqa desa oyoq qo'li ishlamay qoladi. 2 qadam orqaga. Musobaqa desa urushmaydi. Yillab trenirovka qiladi, musobaqaga chiqmaydi. Musobaqa boshqa narsa. Musobaqaga chiqish duh kerak, yurak kerak, chiqib urushish, muxlislarni oldida katta arenaga urushish hammaga emas. Bu oson deb o'ylashadi, oson emas. Urushib ko'rganlar bilan shuncha bir ikkitasini ko'rganman. Musobaqa uchun chiqayotgan biz oyoq qo'li ishlamay qo'yganlarni bilaman. Lekin internetdan vijib-vijib qilib gapirayotgan hamma ham gapiraveradi. Nima demoqchiman? Baltavatsa qilmaylar, musobaqaga desva qilinglar. Biza musobaqaga desva qilib kelgan